Бұл нұсқаулық Қазақстан Республикасының жеке куәлігі немесе төлқұжаты бар, сондай-ақ 18 жасқа толмаған ұбт-ға қатысуға тіркелу үшін онлайн өтініш беріп отырған тестленушілерге арналған. Егер сіз 18 жасқа толған болсаңыз, онда сіздің тіркеуіңіз нұсқаулық 1-ге сәйкес жүзеге асырылады. Назар аударыңыз. ұбт-ға онлайн өтініш беру үшін сізге және ата-анаңызға заңды өкіліңізге мобильді азаматтар базасына тіркеліп, сандық бейне жасауыңыз қажет. Мобильді азаматтар базасында тіркелуді e-gov.kz сайтының басты бетінде тексеруге болады. Мобильді азаматтар базасында тіркелу бейне қоңырау арқылы жүзеге асырылады. Мобильді азаматтар базасында не үшін тіркелу қажет? Мобильді азаматтардың базасына тіркелу сізге халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ электронды цифрлық қолтаңбаны қашықтықтан алуға мүмкіндік береді. Мобильді азаматтар базасына тіркелу үшін не қажет? Компьютер, смартфон немесе планшет, веб-камера, интернетке қосылу, жеке куәліктің түпнұсқасы, SMS хабарламасын алу мүмкіндігі бар ұялы телефон нөмірі. Барысы. Бірінші қадам. e-gov.kz сайтына кіріңіз. Төменгі оң жақ бұрышында виртуалды ассистент виджеті пайда болады. Қызыл тік төртбұрышпен белгіленген. Екінші қадам. Виджетке басу арқылы оны ашу. Кейіннен өзіңізге қолайлы қазақ немесе орыс тілді таңдау керек. Тілді таңдағаннан кейін бейнекамера түріндегі белгішені басу. Қызыл тік төртбұрышпен белгіленген. Сіздің браузеріңіз e-gov.kz сайтына веб-камераға және микрофонға рұқсат беруі керек. Берілген қалпына келтіру құрылғылары сіз қолданатын браузерге байланысты. Төменде Mozilla, Firefox, Google Chrome және Safari браузерлеріне арналған сілтемелер бейнекамера мен микрофонды реттеу үшін көрсетілген. Төртінші қадам. Бейне қоңырау жасау үшін бейне қоңырау батырмасын басу керек. Осы батырманы басқаннан кейін сигнал желіде орналасқан бейне операторларға түседі. Бірінші бос болған оператор сіздің сауалыңызды қабылдап, сізден келесі деректерді ұсынуыңызды сұрайды. ЖСН, жеке куәлік нөмірін, мобильді азаматтар базасына тіркелуге қажет ұялы телефон нөмірін. Назар аударыңыз. Сіз осы нөмірдің иесі болуыңыз шарт. Себебі онда мобильді азаматтар базасында тіркеуді аяқтау үшін операторға ұсынылатын SMS-код келіп түседі. Бесінші қадам. Мобильді азаматтар базасында сәтті тіркелгеннен кейін ассистентті жапу батырмасын басу арқылы оператормен сөйлесуді аяқтау қажет. Қызыл тік төртбұрышпен белгіленген. Енді сіздің ата-анаңыз заңды өкілі сандық бейне жасап, кәмелетке толмаған баланы тіркеуге келісім беруі керек. Назар аударыңыз. Сіздің заңды өкіліңіз ата-анаңыздың келісімін беру үшін ол dit.gov.kz сілтемесі бойынша өтіп, Digital ID-ге тіркелуі қажет болады. Егер сіздің заңды өкіліңіз сіздің жаныңызда болмаған жағдайда, осы сілтемені қолжетімді байланыс құралдары арқылы жіберіңіз. Дербес деректер туралы заңның 10-шы бабына сәйкес, кәмелетке толмаған жағдайда жеке тұлғаның дербес деректерді өңдеуге келісімін алу немесе оның күшін жою оның заңды өкілі арқылы жүзеге асырылады. Назар аударыңыз. Сіздің жеке тұлғаңызды сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы, Қазақстан Республикасының төлқұжаты немесе жеке куәлігі және ноутбукта немесе компьютерде, смартфон немесе планшетте жұмыс веб-камерасының болуы талап етіледі. Тіркеуді бастау үшін dit.gov.kz сайтына кіріп, өзіңіз Digital ID жасау батырмасын басыңыз. Телефон нөмірін енгізіңіз. Осы нөмірге сізге бір реттік код жіберіледі. Құпиялылық саясатын және пайдаланушы келісімін белгілей отырып, пайдалану шарттарын қабылдаңыз. SMS кодын енгізіңіз. Хабарлама 1 минут ішінде келеді. Егер сіз SMS алмаған болсаңыз, нөмірдің дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіп, қайта жіберу сілтемесін басыңыз. Бейне сәйкестендіруден өтіңіз. Сіздің жүзіңіз айқын көрінетініне көз жеткізіңіз. Бейне тест нұсқаулықтарын орындаңыз. Егер бейне сәйкестендіру бірінші рет сәтсіз болса, осы әрекетті қайталаңыз. Пин-код орнатыңыз. Digital ID-ға жылдам қол жеткізу үшін 4 санды енгізіңіз. Пин-кодты қайталаңыз. Қарапайым комбинацияларды, мысалы 11-11 қолданбауға тырысыңыз. Сіздің жеке деректеріңіздің қауіпсіздігі сіздің қолыңызда. Жеке тұлғаңызды растаңыз. Жеке куәлігіңізді немесе төлқұжатыңызды фотоға түсіріңіз. Сондай-ақ құжаттың скан нұсқасын дискіден жүктеуіңізге болады. Жеке куәлікті таңдағанда құжаттың екі жағын фотоға түсіру керек.
Танылған ЖСН-ның дұрыстығын тексеріңіз. Егер жүйе дұрыс танылса, деректердің анық екендігін растаймын белгісін қойып, деректердің дұрыстығын растаңыз және жіберу батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз. Егер деректер танылмаса, немесе бұрыс танылса, ЖСН-ді қолмен теріңіз. Содан кейін деректердің анық екендігін растаймын белгісін қойып, деректердің дұрыстығын растап, жіберу батырмасын басыңыз. Тіркеу аяқталды. Құттықтаймыз. Сіз Digital ID-де сандық бейін жасап, тұлғаңызды растадыңыз. Енді кәмелетке толмаған түлекті Digital ID-де тіркелуіне келісім беруіңіз қажет. Егер сіз 18 жасқа толған және тестілеуге қатысуға өтініш берген тестленушінің жеке деректерін растайтын заңды өкілі ата-анасы болсаңыз, онда сіздің Digital ID жеке кабинетіңізде құжаттар бөліміне баланың ЖСН-ін қосуыңыз керек. Деректерді толтыру кезінде сіз балаңыздың ЖСН-ін және атын көрсетуіңіз керек. Сонымен қатар пайдаланушы келісімі мен құпиялық саясатымен келісіміңізді белгі қою арқылы растауыңыз керек. Назар аударыңыз. Жеке кабинетте сіз өзіңіздің кәмелетке толмаған бірнеше балаларыңыз үшін тіркеуге келісім бере аласыз. Жоғарыда көрсетілген рәсімдерді жүзеге асырғаннан кейін ұбт-ға қатысу үшін тіркелу рәсіміне ауысамыз. Тестілеуге өтініш беру үшін сізге nt2020.testcenter.kz сайтына кіріп, тіркеуден өту қажет. Алдымен өзіңізге ыңғайлы интерфейс тілін таңдаңыз. Қазақ немесе орыс. Сайтта авторизациядан өту үшін логин мен құпия сөз жіберілетін электрондық поштаңызды енгізіңіз. Сіз көрсеткен поштаға есепке алу деректері жіберіледі. Логин мен құпия сөзді енгізіп, кіру батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз. Егер сізге хат келмесе, спам болмасын тексеріңіз. Егер тіркелу барысында қиындықтар туындаса, ұлттық тестілеу орталығының қолдау қызметіне 8-80-80-71-77 телефоны немесе info@ayquloq.testcenter.kz поштасы арқылы хабарласыңыз. Сайтта авторизациядан өткеннен кейін сізге жеке тұлғаңызды растау керек. Ол үшін сізге жеке тұлғаны растау батырмасын басу қажет. Назар аударыңыздар. Егер сіз 18 жасқа толмаған болсаңыз және заңды өкілдің ата-ананың келісімінсіз Digital ID-мен тіркеуді бастасаңыз, жеке басын куәландыратын құжатты жүктеу сатысында қате пайда болады. Сіздің Digital ID-дегі аккаунтыңыз уақытша бұғатталады. Оны ашу сіздің заңды өкіліңіз ата-анаңыз өзінің Digital ID-дегі жеке кабинетінде сіздің ЖСН-ді қосқаннан кейін автоматты түрде жүзеге асырылады. Тіркеуді бастау үшін өзіңіздің Digital ID жасау батырмасын басыңыз. Телефон нөмірін енгізіңіз. Осы нөмірге сізге бір реттік код жіберіледі. Құпиялық саясатын және пайдаланушы келісімін белгілей отырып, пайдалану шарттарын қабылдаңыз. SMS кодын енгізіңіз. Хабарлама 1 минут ішінде келеді. Егер сіз SMS алмаған болсаңыз, нөмірдің дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіп, қайта жіберу сілтемесін басыңыз. Бейне сәйкестендіруден өтіңіз. Сіздің жүзіңіз айқын көрінетініне көз жеткізіңіз. Бейне тест нұсқаулықтарын орындаңыз. Егер бейне сәйкестендіру бірінші рет сәтсіз болса, осы әрекетті қайталаңыз. Пин-код орнатыңыз. Digital ID-ға жылдам қол жеткізу үшін 4 санды енгізіңіз. Пин-кодты қайталаңыз. Қарапайым комбинацияларды, мысалы 11-11 қолданбауға тырысыңыз. Сіздің жеке деректеріңіздің қауіпсіздігі сіздің қолыңызда. Жеке тұлғаңызды растаңыз. Жеке куәлігіңізді немесе төлқұжатыңызды фотоға түсіріңіз. Сондай-ақ құжаттың скан нұсқасын дискіден жүктеуіңізге болады. Жеке куәлікті таңдағанда құжаттың екі жағын фотоға түсіру керек. Танылған ЖСН-ның дұрыстығын тексеріңіз. Егер жүйе дұрыс танылса, деректердің анық екендігін растаймын белгісін қойып, деректердің дұрыстығын растаңыз және жіберу батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз. Егер деректер танылмаса, немесе бұрыс танылса, ЖСН-ді қолмен теріңіз. Содан кейін деректердің анық екендігін растаймын белгісін қойып, деректердің дұрыстығын растап, жіберу батырмасын басыңыз. Тіркеу аяқталды. Құттықтаймыз. Сіз Digital ID-де сандық бейін жасап, тұлғаңызды растадыңыз. Тіркелгеннен кейін сізде ұлттық тестілеу орталығына деректердің жіберілгенін растайтын терезе ашылады. Егер сізде бұл терезе көрінбесе, әрекеттер тарихы қосымша бетіне өтіп, ұбт-ға өтініш қабылдау қызметіндегі жалғастыру батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз. Жеке тұлғаңызды растау кезінде сұрақтарыңыз болса, немесе техникалық қиындықтар туындаса, Digital ID қолдау орталығына 1414 нөмірі бойынша хабарласу қажет.
Әрі қарай сіздің ЖСН бойынша ұлттық білім беру деректер базасында тексеріс жүргізіледі. Тестілеуге өтініш беруді жалғастыру үшін тестілеу тілі, ағылшын тілінен халықаралық сертификат бар болған жағдайда байланыс телефон нөмірі сияқты қосымша ақпаратты толтыру қажет. Назар аударыңыз, егер сіздің деректеріңіз ұлттық білім беру деректер базасында табылмаса, info@iqulaq.testcenter.kz поштасы немесе 880807177 телефон арқылы ұлттық тестілеу орталығының қолдау қызметіне хабарласыңыз. Құттықтаймыз! Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу туралы өтінішіңіз қабылданды. Назар аударыңыз, тестілеу аяқталғанға дейін Digital ID сәйкестендіру жүйесінде өзіңіздің және ата-анаңыздың бейінін жоймаңыз. Тестілеуге кіргізу барысында тыйым салынған затпен анықталған түсуші сол тестілеуге жіберілмейді және ағымдағы жылы ұбт тапсыру мүмкіндігінен айырылады. Тестілеу барысында аудиторияда тыйым салынған затпен анықталған тестіленушінің нәтижесі жойылады және ағымдағы жылы ұбт тапсыру мүмкіндігінен айырылады. Тестілеуге өз орнына бөтен тұлғаны кіргізуге талпынған түсушілерге ағымдағы жылы ұбт тапсыруға рұқсат етілмейді. ұбт аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 25 тамызына дейін бейне бақылау жазбалары талданады. Түсушінің тыйым салынған заттарды пайдаланғаны анықталған жағдайда, оның ұбт мен білім беру грантын тағайындау конкурсының нәтижелері жойылады.